қай кезден бастап қатты зерттедім. 2016 жыл мен Кореяда оқыдым. Кореяда досым Хана екеуміз, Мьондонда базар бар, шопинг жасауға барамыз, как всегда. Студент біз барып отырған кезде магазинде киім көріп отырамын да, и арқамнан бір шаманка ұстайды ғой, ұстайды да сөйлеп жатыр. Мен анаға қараймын да, кореянка емеспін, мен кореянка емеспін. Ана жерде бүкілінің вниманиясы екеумізге түсіп қалды да, менің арқама ұстап айтады, қарайды да, девил дейді. Деп, жүгіріп жүреді. Шоковый состояниеде отырып қаламын да, и подружкам жүгіріп келеді, түсіндіреді бір нәрсені, кәсіптеріне сөйлейді да, мені алады да, метроға қарай әкетіп қалады. Түрімді көрді да, шоковый состояниеде екенімді, и отырамын. Сосын айтады, сен ештеңе ойлама, ертең тауға барамыз, анаған барамыз қазір деп айтады. Енді ұйықтайсың ба сен, ана ертең тауға барамыз, түн неше түрлі ойлар, еще ананың несі кетпейді ғой алдынан. Ертесіне біз тауға барамыз. Короче, қатты білмей, подругамның түсіндіріп беруіне байланысты. Сенде қарғыс бар, и ол қарғыс сенің әкең жақтан берген қарғыс. Бұл қарғысты шешпесең, сен, өмірің быт-шыт болады деп сөйтеді. Ритуалдарын істеп, сен қарғыстан құтылу керексің. Ата-бабаңнан кешірім сұрау керексің. Сенің әкең үшін, әкеңнің бабалары үшін кешірім сұрау керексің. Сол кезден бастап менде осындай нәрсені, тылсым дүниені зерттеу басталды. Қалай, қайтып, ол қай жақтан келеді, не ол, не жағдай деп.